Енді Бүркітбай туралы бірер уақиға болсын. Қазанғап көп деген сырын тек қана Бүркітбаймен бөлісетін болған. Ол Қазанғаптың жанын жақсы түсінетін, өйткені өзі де жас кезінде байлығы болмай, тек қана аңшылықпен күн көреді екен. Бірде Жаңғылыштың руынан шыққан Паң Бүркітбайдың ауылына да соғады. Ыстық ықыласпен берген қонағасына дән риза болады. Жүрерінде тымағының бір түлкінің терісі жетпей тұрғанын айтады. Сол кезде Бүркітбай бір қапшық түлкінің терісін бөктеріп жібереді. Паң Бүркітбайдың мәрттігіне көңілі толып, өзінің Ұлдай деген қызын беріп, еншісіне бір үйір жылқы қоса береді. Ұлдайдан бала болмаған көрінеді. Есесіне сол бір үйір жылқы 12 жылқыға айналған екен. Ел арасына Ұлдайға бала бітпегенімен Бүркітбайға байлық бітті ғой деген әңгіме бекер айтылмаса керек.